Әйелімнің түбіне жеткен өзім ғой. Өмірде болған ой саларлық оқиға. Менің жасым 40-тың 5-еуіне келді. 4 ұл 2 қыздың әкесімін. Әлемдегі ең керемет әйелдің жұбайымын. Бірақ сол жұбайымның қадіріне кеш жеткеніме қатты өкінемін. Отбасын құрғанымызға 23 жыл болды. Әйелімді бір көргеннен ұнаттым. Сұңғақ бойлы, ақ құба жүзді, өте биязы қыз еді. Ауылымызға белгілі текті ұстаздар әулетінің 8 ұлдың ішінде әлпештеп отырған жалғыз қыз екен. Қанша тартыншақтансам да сезіміме қарсы келе алмай құда түсіп баруға 8 аға інісінен қорқып алып қаштым. Балзира өте көрегенді әулеттің қызы болған соң, босаға аттағаннан кейін кетем деп қырғын салған жоқ. Басына түскеніне көнді. Менің үйде 3 інім бар еді. 2 әпкем тұрмыста. Үйдің тірлігіне мұнтазда екен. Жымиып жүріп, әке-шешемнің де, бауырларымның да менің де көңілімнен шығуға тырысты. Обалы не керек? Ұлдан да қыздан да тарықтырған жоқ. Өзі де әке-шешесінің жолын қуып ұстаз болды. Қарап отырсам, оның осы нәрсенің бәріне қалай үлгергеніне таң қаламын. Менің жанымда нағыз супервумен жүрген екен ғой. Әттең, осыны ертерек байқай алғанымда ғой. Үйленгенімізге 10 жылдан асқан соң мен әріптестеріммен бірге қыздарға да бардым, ішімдік те іштім. Құрдастарымның әйелдерді қысып ұстау керек дейтін былжырағына еріп, Балзираны себепсіз сабапты алатынмын. Бір күні қаладан ауылға онша-мұнша азық-түлік алып келе жатып, көлік тоқтатқан әйелді ала келдім. Оны-мұны әңгіме етіп отырып, меруерт күйеуінің қайтыс болғанын, содан бері өзіне лайықты ер азаматының махаббатына шөлдеп жүргенін айтты. Сөйтіп, сайтан түртіп сол әйелді көңілдесім етіп алдым. Онымен 2 жылдай кездесіп жүрдім. Әйелім бәрін сезсе де, балалардың берекесін алмайын деп, барынша үндемей ішіне бөгіп жүре берген екен. Бір күні меруертпен қаладан көлікпен қайтып келе жатсам, жолдың қақ ортасында тұрған Балзираны көріп қалдым. Ауылға әлі ұзақ, айналада ауыл жоқ. Абдырап, көлікті сылт тоқтатып, жалма-жан түсіп, «Мұнда не істеп жүрсің?» деп тұра бас сала бергенімде, «Не мына сайқалыңды осында тастап менімен бірге ауылға қайтасың, не мені таптап өтесің?» деді тістеніп. Балзира қанша жерден биязы болса да бір сөзді әйел еді. Алған бетінен қайтпайды. Сол үшін меруертті сол жерден түсіріп, Балзираны алып ауылға қайттым. Үйге жеткенше Балзира ләм-мим деп аузын ашқан жоқ. Тек үйге жетіп тоқтаған кезде ғана Балзира көңілің алаң болмасын деп, жол үстінде ештеңе демедім. Менен ұялмасаң ұялма, бауырларыңнан да ұялмай-ақ қой. Бірақ үйде жәудіреп отқан 4 қарашығыңнан неге ұялмайсың? Деді. Сен әуейі боп жүрген әлгі сайқал қанша еркектің басын айналдырып, дүниесінен тас та қалдырмай тартып алатын сиқыршының өзі. 2 жыл бұрын қалада институтта бірге оқыған құрбымның күйеуін солай тонап кеткен деді. Оны естіген кезде періштедей көрінген меруерттің ондай екеніне сене алмадым. Балзира, мен осы уақытқа дейін жүгімді арқалап, балаларымды ертіп төркінге кетіп көрген емеспін. Сенімен қарайдым, сенімен ағарам деп ойладым. Ал сен жүрсің қайдағы бір сайқалдың етегінде. Бұл менің алғашқы және соңғы ескертуім. Егер тағы онымен байланысының барын сезсем, көлеңкемді де көрмейсің деп көліктен түсіп кетті. Кейін қалада ровдыда істейтін жолдас баламның көмегімен меруерт туралы біраз деректі білдім. Аты да меруерт емес, Мейрамкүл екен. Өзінің 3 баласы бар екен. Жезөкшелікпен айналысатыны да рас болып шықты. Сонша жер болғаныма ұялып, Балзираның бетіне қараудан қалдым. Ол болса, менен әлде қайда есейіп кеткен екен. 2-3 жылдан соң бәрі ұмытылып, Балзира егіз қыздарымызды өмірге әкелді.
Бірақ өзінің жағдайы босанғаннан кейін оңала қоймады. Қыздарды емізіп отырып, қайда екенін таппай қалады, балалардың атын шатастырып алады. Әлде қашан о дүниелік болған әке-шешемді іздейді. Кейде бос қабырғаға қарап, сәлем бердік ата деп сәлем салып жатады. Бірде тіпті шай ішіп отырып, қарсы алдында отырған мені байқамай, балаларға әкелерің әлі келмеді ме деп орнынан тұрып бара жатыр. Сөйтіп айналдырған 1 жыл ішінде есі кіресілі шығасылы болып қалды. Апарып көрсетпеген жеріміз жоқ, еш ем қонбады. Қазір Балзира кішкентай бала сияқты, негіздерімізбен бірге ойнап, солармен таласып, жылап жүреді. Дәрігерлер жүйкесі сыр бергендіктен осындай халге түскенін ғана айтады. Балзираның 40-тан енді асып, бейнетінің зейнетін көретін жасында осылай жүргені жаныма қатты батады. Үлкен ұлымыз 2 жыл бұрын үйленген, келін қолда. Балзираға сол қарайды. Бірде ұлым екеуінің жанжалдасып жатқандығын естіп қалдым. Келін ұлыма, неге аузымды жаба бересің? Шешең сияқты менің де іштен тынып, ертең өстіп отқанымды қалайсың ба? Сендердің әулеттеріңдегі еркектер оңбай қалған. Маманы осындай қылған сенің әкең ғой. Сен де сөйтпекшісің ба деп айқайлап жатыр екен. Жүрегім шым ете қалды. Келіндікі рас, Балзираның түбіне жеткен мен ғой. Алтындай жарымның үндеместігін пайдаланып, білгенімді істедім. Ол бәрін ішінде өлтіре беріп, ақыр соңында өз атын білмейтін жынды болып қалды. Өзімді енді қалай кешірем?